Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Бір атаның балалары». Здравствуйте, уважаемые ученики 5 класса. Тема сегодняшнего урока «Дети одного отца». Оқулықтың 93-ші бетін ашамыз. Жаңа сөздермен танысайық. Жетім, сирота. Сөзге құлақ салу, прислушиваться к слову. Шалғай, отдаленный. Ересек, взрослый. Жағалай, вдоль. Панасыз, бездомный. 93-я страница, 93-ші бет, бірінші тапсырма. Первое задание. Суреттерді пайдаланып мәтін құра. Составьте небольшой текст, используя картинки. Второе задание, екінші тапсырма. Соғыс дегенді қалай түсінесің? Как ты понимаешь понятие война? Ұлы Отан соғысы туралы не білесің? Что вы знаете о Великой Отечественной войне? Соғыс кезінде балалардың өмірі қандай болды? Какая была жизнь у детей во время Великой Отечественной войны? Как живут дети во время войны? Подумайте над этими вопросами. Рассмотрите картинки. Оқулықтың 94-ші беті, 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Түсінгеніңді баянда. Прослушайте текст. Бір атаның балалары. Үзінді. Дети одного отца. Отрывок. Ал ағайын, тегіс жиналсаң сөзіме құлақ сал, деді басқарма. Өздерің білесің. Мен жұмысшы әкелем деп кеттім. Үкімет біздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозына 54 бала жіберген екен. Жер аяғы шалғай. Мен барғанша ересектерін бөліп әкетіпті. Менің әкелгенім 6 бала. Бәріңе жетпейді. Әзір қолда барын Құдай жолымен бөлем. Ал Дәуренбек, деді басқарма. Документіңді оқы. Балалардың мән-жайын айт. Стройдың басында тұрған екеу қазақ балалары. Үлкені 8-де, кішісі 6-да. Мынауысы Ертай, анауысы Нартай. Екеуі ағайынды. Бұлардан соңғы татар баласы. Аты Рашид, 7-де. Көзі сығырайған жалпақ бет тақырбас, қара, әйел бала қалмақ я дүнген, жасы 6-да. Қасындағысының аты Яков, 9-да. Қолағаштай мұрнына қарағанда жойт тәрізді, бірақ документте орыс деп жазылған. Қайдан кеп, қайдан тұрғаны белгісіз әрі мылқау. Ең соңындағы жаңа алдымен шыққан қасқа 7-де. Сіздерден жасыратын не бар? Тегі жаман, неміс. Бұл баланың орны детдом емес еді. Әке-шешеден бірден айырылып панасыз қалған соң алынған екен. Үкіметтің кеңшілігі көп. Енді осы араға келіп тұрған жай бар. Ахмет шал балаларды жағалай басынан сипап өтті де, ең шетте тұрған неміс баласының қолынан ұстады. Мен осы мықтының өзін қаладым. Баланың атын айт. Зигфрид Вольфган Вагнер. Қарқ болыңыз, деді Дәуренбек мырс етіп. Жөн-ақ, деді Ахмет ақсақал. Келісті, жақсы ат екен. Айналайын, жүр үйге, кеттік. Апаң күтіп отыр. Жылы қымтаулы төсекте жатқан, ет желініп бітпей-ақ ұйқыға кеткен Зигфрид Вагнер ертеңіне таң ертең Зекең Ахметұлы Бегімбетов болып оянды. Мұхтар Мағауин. Повесть Мухтара Мағауина «Дети одного отца». В ней повествуется о том, как в тяжелое военное время казахский аул принял осиротевших детей из далекого детского дома. Детей разобрали казахские семьи. Аксакал Ахмет выбрал мальчика-немца по национальности Зигфрида Вольфганга Вагнера. Сам, нуждаясь в поддержке и опоре, старик сделал все, чтобы обогреть сердце мальчика. Воспитал его. И хотя жилось трудно, не хватало самого насущного, все же Зигфрид
смог вынести из этой жизни качество настоящего человека и прежде всего любовь и уважение к своим приемным родителям, к земле, взрастившей и воспитавшей его. Ал енді оқулықтың 95-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға қарайық. 95-я страница, 5-е задание. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексер, түсіндір. Опираясь на текст, проверь достоверность информации. Ақпарат, информация. Например, проверяем первое предложение. Үкімет біздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозна 50 бала жіберген екен. Смотрим в текст. В тексте написано: Үкімет біздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозна 54 бала жіберген екен. В тексте написано, что в их район отправили 54 ребенка, а в информации в таблице написано 50. Значит, это неверная информация. Дұрыс емес. Ставим плюсик, либо галочку в графу дұрыс емес. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.